Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі 57-ші сабақ даңқты қалалар тақырыбы бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. 24-ші тапсырма. Бұл жерде бізде сұрақтарға жауап беру қажет. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Өйткені өлеңде даңқты қалалар туралы айтылған. Келесі 25-ші тапсырма. Бұл жерде қатесін түзеп жазу қажет. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Келесі орындайтын 26-шы тапсырмамыз. Бұл жерде бізде жұмбақ берілген, сол жұмбақтың жауабын шешу қажет. Айтыңдаршы ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы ал енді пирамида бар елді. Бұл жерде ұлы қорған бар ел Қытай, пирамида бар ел Египет болып саналады. Келесі 28-ші тапсырмада сөйлем мүшелерінің талдау үлгісі бойынша біз берілген сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдау қажетпіз. Бұл жерде бізде бірінші сөйлем ескерткіштер қорғауға алынған не істеген сөйлем мүшесі ретінде баяндаушы қызметін атқарып тұр. Нелер ескерткіштер қорғауға неге алынған? Яғни қорғауға деген сөз тұрлаусыз мүше болғаннан кейін біз ирек сызықпен сызатын боламыз. Келесі екінші сөйлем сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Не істедік? Сөйлем мүшесі қызметінде баяндаушының қызметін атқарып тұр. Сәулетшілерді, кімдерді? Бастаушының қызметін атқарып тұр. Кездесуге шақырдық. Қайда шақырдық? Кездесуге деген сөзіміз тұрлаусыз мүше болып тұр. Келесі үшінші сөйлеміміз Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Бұл жерде ерекшеленеді. Не істейді? Баяндауыш. Не? Астана сәулетті құрылысымен. Қандай құрылысымен? Бізде бұл сөз тұрлаусыз мүше қызметін атқарып тұрғаннан кейін біз ирек сызықпен сызамыз. Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Баяндауыш, мен бастауыш, өскенде сәулетші болғым келеді. Яғни бұл бізде сөйлемдің тұрлаусыз мүшесі қызметін атқарып тұрғаннан кейін біз ирек сызықпен сызатын боламыз.